Қайырлы күн оқушылар және ата-аналар. Мен Балтабай Тұрарбек, математика ғылымдарының магистрі, ниш эксперті. Бүгін сіздермен нишқа түсудің нақты 5 қадаммен бөлісетін боламын. Осы 5 қадам арқылы әрекет жасасаңыз, балаңызды ниш мектебінің грант шебері атандыра аласыздар. Ол қандай қадамдар? Бірінші, жалпы энзем дегеніміз қандай мектеп? Екінші қадамда құжаттарды қай уақытта өткізу керек? Үшінші қадамда энзем байқау тесті жүйесі қандай пәндерден тест тапсырады? Төртінші қадамда практикалық тұрғыдан жұмыс. Бесінші қадамда психологиялық тұрғыдан бала емтиханға дайын болу керек. Мінекей осы 5 қадамды жүйелі түрде меңгеретін болсаңыз, балаңызды ниш мектебінің грант шебері атандыра аласыздар. Ендеше бірінші қадам. Энзем дегеніміз не? Немесе энзем оқушы дегеніміз қандай оқушылар? Энзем дегеніміз ол сіздің балаңыз білім алатын керемет орта. Білесіздер ғой, ортасы мықты баланың, оның алды қарап талпынуды жүйесі де мықты болады. Жалпы бізде энзем деген Назарбаев зияткерлік мектебі Қазақстанда 22 зияткерлік мектеп бар. Оның соңғысы осы Түркістан қаласына ашылған болатын. Ол мектептерде білесіздер заманауи үлгідегі білім, сонымен қатар Қазақстандағы ең үздік мұғалімдер және шетелдік мұғалімдер білім береді. Және мектепте білім алу толық тегін. Ол кімдерге тегін? Әрине, ол ниш мектебінің грант шебері атанған оқушыларға ғана тегін. Ал қалған грантқа түспей қалған оқушылар ақылы түрде білім алса да болады. Енді қараңыздар, жалпы энзем оқушы деген қандай оқушылар? Әрине, ол президенттің мектебі екенін білесіздер. Ол мектепте бітірген оқушылар ұлттық бірыңғай тест тапсырмайды. Яғни ол мектептің білім алу жүйесі 12 жылдық. Сонымен қатар ол мектепте 3 тілді оқушылар жетіп меңгеріп шығады. Және де ол мектепте бітірген оқушылар шетелдік университетке грантқа түсу мүмкіндігі өте жоғары. Және де Қазақстанның университеттерде кейбір мамандықтар бойынша міндетті түрде ниш мектебін бітірген оқушылар екінші курстан бастайды. Мінекей бірінші қадамда сіздерге жалпы энзем туралы, сонымен қатар нишқа түскен оқушылар қандай мүмкіндіктерге ие болады. Мінекей сол туралы ақпарат бердім. Және қосымша білесіздер, мектепте азаннан бастап кешкі ауысымға дейін оқиды. Бала азаннан обедке дейін мамандық бойынша жүйелі пәндерде өтетін болса, ал обедтен кейін өзіне қызығушылығы бар, болашақта түскісі келетін, игергісі келетін мамандығы бойынша әрекет жасау үшін арнайы үйірмелер де қарастырылған. Мінекей балаға барлық толық жүйе бойынша оқытатын мектеп. Енді қараңыздар, ол мектепте қандай жалпы ниша қай сыныпта оқушылар түсе алады? Әрине, ол 6 сыныпта құжат өткізесіз, 6 сыныпта тест тапсырасыз. Ол грантқа түскен оқушылар 7 сыныптың сентябрь айынан бастап білім алуға болады. Енді қараңыздар, сіздер қазір екінші қадамда жалпы қай құжаттарды өткізу керек және емтиханның уақыты қай уақытта келеді, осы туралы толық ақпарат беремін. Бірінші қадам сіздерге толық түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар, құжаттарды және емтихан тапсыру уақыты 6 сынып, бала 6 сынып оқып жатқан кезде 1 желтоқсан және 10 қаңтар аралығында оқушылардың құжат тапсыру мерзімі басталады. Осы аралықта оқушы үлгеріп қалу қажет. Енді қандай құжаттар екен қазірге толық түсіндіріп беретін боламын. Және осы құжаттарды тапсырып болғаннан кейін бала емтиханы тапсыруға ТЖК деген рұқсатнама қағазын алатын болады. Емтихан негізі бұрын наурыздың 2-3 күндері болатын 6 сыныптың. Енді осы былтыр 27-28 наурызда болды емтихан. Емтихан міндетті түрде 2 күн болады. Өйткені бірінші этапта 3 пәннен, екінші күні 3 пәннен тест тапсыратын болады бала. Енді қараңыздар, қандай құжаттар өткізу қажет? Бірінші, сауалнама өтініш толтырасыздар. Бұл сауалнама өтініші арнайы ниш мектебі. Сіз Қазақстанның қай аймағындасыз? Сол аймақтағы ниш мектебіне барасыз, сіздерге сауалнама өтініш береді, соны толтырасыз. Бармас бұрын мына құжаттарды өзіңізбен бірге алып барғаныңыз дұрыс. Яғни анасы немесе әкесі баласын ертіп, 5 сыныптағы балаңыздың тәбіл көшірмесін аласыз. Оны арнайы өзіңіз оқып атқан баланың мектебіне барасыз, табель көшірмесін сынып жетекшісінен аласыз. Сонымен қоса 6 сыныптың 1-2 тоқсан табель көшірмесін де алыңыз. Міндетті түрде ол табельге сол мектептің печатын мөрімен директордың қолы қою қажет. Және де
балаңыздың туу тууралуу куәлик көчүрмеси, өзүңүздүн ата-анасынын куәлик көчүрмеси және балаңыздың 3-4 суретін өткізесіз. 3-4 суретін бірақ электронный форматта өткізесіз. Электронный формат дегенimiz арнайы 3-4 суретке түсетін жерге барсаңыз, сіздерге баланы түсіріп, арнайы дискке басып береді. Сол диск бойынша құжаттарды өткізе бересіздер. Ең қараңыздар. Сіздерге 3-ші қадамда емтихан пәндерінің жүйесін білу, қандай пәндерден тест тапсырады, қанша бала екенін қазір түсіндіріп береміз сіздерге. Бірінші, баланың емтихан тапсыратын пәндері осы 6 пәннен тұрады. Ол математика, сандық сипаттама, ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі және жаратылыстану деген. Енді қараңыздар. Математикада бізде қазір сіздерге математикада жалпы 40 есептен тұрады және балаға 60 минут уақыт беріледі. 60 минуттың есінде 40 есеп шығару қажет бала. Яғни шашқан кезде әр есепке 1,5 минуттан ғой. Сонда әр есепке 1,5 минуттан 40 есепті 60 минутта бала шығару керек. Екінші, сандық сипаттама деген. Сандық сипаттамада бізде 60 сұрақ беріледі, 60 сұраққа 30 минут уақыт. Оқушылардың көбісі осы сандық сипаттама деген пәннен қиналады. Не себеп? Өйткені уақыты өте аз. Сіз 1 минуттың ішінде, білесіз ба, 1 минуттың ішінде сіз 2 есеп шығара алуыңыз керек. Сонда 30 минуттың ішінде сіз 60 есеп шығара аласыз. Сандық сипаттама деген қазір жүйелермен, қандай есептер келеді, оның бәрін түсіндіремін. Мен балайша қазір пәндерді толық айтып берейін сіздерге. Ағылшын тілден сіздерге 20 сұрақ беріледі. Ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі деген пәндердің әрқайсысынан 20-20 сұрақтан барлығына 40 минуттан уақыт беріледі. Әрқайсысынан жеке-жеке 40-40 минуттан. Және де бұл ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілден емтихан жүйесінде арнайы грамматикалық сұрақтар келмейді. Сіздерге арнайы мәтін беріледі. Бала ағылшын тілден ол мәтінді аудара алу керек. Сол мәтін бойынша ішінде сұрағы да, жауабы да соның ішінде болады. Соның ішінде сұрағын түсініп, логикасымен жауап бере алады оқушылар. Қазақ тілінен, орыс тілінен дәл солай. Ал 2022 жылдан бастап бізде жаратылыстану деген пән енді. 6-шы пән бұл жаратылыстанудан тоже сол 20 сұрақ беріледі. Бұған 30 минут уақыт беріледі. Бұл жаратылыстанудан, яғни 5-6 класстың бағдарламасы бойынша өтілген тест құрастырылады, сол бойынша сұрақтар келетін болады. Енді қараңыздар, математикадан 40 есеп, әр есепке 10 балдан 400 бал. Сандық сипаттамадан 60 сұрақ, әр сұраққа 5 балдан 300 бал. Ағылшын тілден 20 сұрақ, әр сұраққа 10 балдан 200 бал. Орыс тілден әр сұраққа 10 балдан 200 бал. Қазақ тілден әр сұраққа 10 балдан 200 бал. Және жаратылыстанудан әр сұраққа 10 балдан 200 бал. Максимум бізде 1500 балды құрайды, ең жоғары бал. Енді қараңыздар, әр Қазақстанның аймақтары бойынша ниш мектепке түсуге өзінің шектік балдары бар. Және де конкурсқа түсе алмайтын варианттары да қарастырылған. Егер сіз математикадан жаңадай 30%, математикадан 40 есептен 30%, 12 есептен аспайтын болсаң, сіз конкурсқа түсе алмайсыз деген сияқты. Сандық сипаттамадан да сондай. Ал бізде қалған пәндерден олай бағанадай проценттеріне қаралмайды. Және де қараңыздар, мысалға мен қазір сіздерге былай түсіндіріп берейін. Шымкент қаласына 2 ниш мектебі бар, біреуі ХБН, біреуі физмат деген, ФМН. Физика, математика ниш мектебі. Осы 2 мектептің өзіне түсуге жаңағы арнайы проходной бал бар. Мысалға биыл оқушыларға 1129 балдан асқан оқушылар химия, биология ниш мектебіне түсе алды. Физика, математиканың ниш мектебіне 1132 балдан асқан оқушылар осы физика, математиканың ниш мектебіне түсе алды. Дәл осы сияқты Қазақстанның барлық аймақтарында шектік балдар бар, сол пробный балдардан асқан оқушылар ғана ниш мектебінің грант иегері атана алады. Мен арнайы қазір Инстаграмға осы шектік балдардың барлық Қазақстан аймағы бойынша 22 ниш мектебі бойынша салып қойдым. Инстаграм аккаунтты осы түсіндірменің ең соңында сіздерге айтатын боламын, көрсететін боламын аккаунтта. Енді қараңыздар. Бізде емтихан жалпы 2 этаптан тұрады. Бірінші этапта бізде 3 пәннен, екінші этапта 3 пәннен тест тапсырасыздар. Яғни бірінші күні барып 3 пәннен тест тапсырасыздар. Ол бізде математика, логика және жаратылыстану деген 3 пән.
математика логикадан жаңа айттым ғой сіздерге, біреуіне 40, біреуіне 60 сұрақтан 100 сұрақ беріледі және 90 минут. Жартылай санаудан 20 сұрақ, ол тестке, яғни 30 минут уақыт беріледі. Бірінші күні осы 3 пәннен тест тапсырып келесіз де, және екінші күні қалған 3 пәннен тест тапсырасыздар. Бірінші күні тест тапсырып, өте алмай қалу деген жоқ, оқушы толық 2 этаптан да өтеді. Екінші этапта бана тілдерден тест тапсырасыздар, жалпы барлық тест сұрақтарын береді де, сізге 20 минут уақыт береді. Қайсы тілді бірінші орындағыңыз келеді, содан бастап өзіңіз сұрақтардың барлығын 60 сұрақты орындап бітуіңіз керек 20 минуттың ішінде. Енді қараңыздар, қандай сұрақтар келеді дейтін болсақ, математикадан 5-6 классын оқушы бала программасын идеально меңгеру керек. Сонымен қатар ВС деңгейіндегі мәтіндік есептерді шығару керек. Сонда ғана математикадан жоғары балл жинай алады. Ал саны сипаттамадан, жаңағыдай логикасы мықты оқушылар саны сипаттамадан еш қиналмастан жоғары балл жинайды. Ол үшін математикасы мықты оқушылар, демек саны сипаттамадан жақсы балл жинай алады деген сөз. Ал қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілден арнайы мәтінмен жұмыс жасау керек балаша. Логикасы мықты оқушылар мәтіннің ішінде қандай сұрақ келіп жатыр және оның жауабы қандай екенін бірден тауып алады. Сол бойынша арнайы тест жүйесі бойынша мәтінмен көп жұмыс жасаған оқушылар ниш грант иегері атанып жатыр. Енді қараңыздар, сіздерге математикадан қандай сұрақтар келетінін қазір мен өзім математиканың мұғалім болған екенін түсіндірме жұмыстарын жасап өтейін. Мынау бізде математикадан келген неше емтихандағы алғашқы 3 сұрақ. Бірінші сұрақта қарасаңыздар, мәтін бойынша процентке байланысты берілген есеп. Екінші сұрақта тоже сол бөлік бойынша берілген мәтіндік есеп. Үшінші есепте қатынасқа байланысты берілген мәтіндік есеп. Дәл осындай есептердің барлығын, құрылымын түсініп бары, мәтінін түсініп шығарылатын оқушылар неше емтиханда өте жоғары балл жинауға мүмкіндіктері бар. Ал саны сипаттамада келетін болса, саны сипаттама деген жүйесін түсіну өте қиын негізінде. Қараңыздаршы, бізде мынадай А және Б бағаны деген 2 баған беріледі. Осы 2 бағандағы, мысалы, бірінші есепте 2 баған бар. 2 бағанды 2 есеп. Көріп жатсыз ғой, дәл осылай сіздерде 60 есеп бар. Әр 60 есепте 2 бағаннан 20 есеп шығаруға тура келеді. Әрине сізге бірақ 30 минут уақыт беріледі. Енді қараңыздар, мұны біз қалай орындаймыз дейтін болсаңыздар, мысалға қараңыздар. Мынау бірінші есепте А бағандағы есепті шығарасыз. Дәл солай бірінші есепте В бағаны есепті шығарасыз. Мысалы А бағанында 14 деген жауап шықты бірінші есепте. В бағаны бірінші есепте мысалға 21 деген жауап шықты. Үйте сізде 2 бағандағы жауаптарды салыстырасыз. Қайсысы үлкен? 14 үлкен ба, 21 ма? 21 үлкен болса, бірінші есептің жауабы В варианты болады. Дәл осылай екінші есепті шығарасыз. Екінші есепте де мысалға мына жақта 7 деген бағанда, В бағанында мысалға 4 деген жауап шықса, 7 мен 4-ті салыстырасыз. Мысалға 7 деген сан үлкен болғаннан кейін, бұл екінші есептің шешімі А варианты болады. Ал егер үшінші есепті шығаратын кезде, үшінші есепте мысалы 2 бағанда да 20 деген жауап шығатын болса, мысалға, онда 2 жақта да тең болғаннан кейін бұл варианттың жауабы С варианты болады. Қай уақытта біз С варианты белгілейміз? 2 вариантта да есептің шешімі бірдей болған жағдайда. Ал Д варианты деген қай уақытта белгілейміз? Д варианты деген мысалға 4-ші есеп қараңыздар. Мына жерде модуль ішіне x тең болады 9 деген, бұл жерде x орнына 9 және x орнына -9 деген сан қоюға болады. Модульден сонда +9 деген жауап шығады. 2 жауап бар, 9 және -9 деген. Енді осыны 4 деген санмен салыстырасыздар. Мына 9 деген 4-тен үлкен, -9 деген 4-тен кішкентай. Біресе үлкен, біресе кішкентай болып тұр. Яғни бұл жерде ақпарат толық жеткіліксіз. Сізге банадай теңдеудің шешімі оң сан болатын жауапты алыңыз деп сұрақ қойылмаған. Сол үшін толық ақпарат жеткіліксіз болғаннан кейін, есептің шарты дұрыс болғаннан кейін, біз Д вариантын белгілейміз. Яғни есептің шарты толық емес, немесе ақпарат толық жеткіліксіз болған уақытта Д вариантын белгілейді. Мінекей саны сипаттамадан дәл осындай сұрақтардың шешімін білу керек. Ол үшін бірінші сіз математикаңызды дамытасыз. Сосын барып логикалық есептерді, мәтіндік есептерді шығару арқылы саны сипаттамадан да жаңағыдай жоғары балл жинауға мүмкіндікке ие болады екенсіздер. Мінекей сіздерге толық 6 пәннен түсіндірме жұмыстарын жасап бердім. Енді қараңыздар, 4-ші қадамда сіздерге практикалық тұрғыдан бала дайын болу керек. Ол практикалық жұмыс дегеніміз қалай? Мынадай ғой, бала тек қана мектеп бағдарламасына базадағы мынадай ақпараттарды ғана алмау керек. Сонымен қатар неше емтиханда келетін сұрақтармен жұмыс жасау керек. Ол қандай?
Кез келген орталықта міндетті түрде ниш емтиханындағы арнайы тесттер болады. Сол тесттермен жүйелі түрде дайындалу керек. Және сонымен қатар ниш емтиханы жақындаған уақытта, мысалы март айында ниш емтиханы болса, январь-февраль айынан бастап ниш емтиханы пробный тесттер ашылады. Сол пробный тесттерге кемінде бала 1 рет, 2 рет барып көру керек. Қандай сұрақтар келетінін көреді. Сонымен қатар бала сол емтихан барысында адаптация деген нәрсе болады ғой, сол ортаға бейімделеді. Енді 5-ші қадамда бала психологиялық тұрғыдан тестке дайын болу керек. Қарасаңыздар, бала барлық пәннен идеальный білім алған. Қарасаңыздар, курста 1500 балдан 1300-1400 бал жинайды. Ал жаңағыдай пробный тестке барған кезде, настоящий емтиханға барған кезде бала өте емтиханды өзіне қатты алып қалып, жаңағыдай сасқалақтап, өзін біліп тұрған сұрақтарына жауап бере алмай жатады. Мінекей сол үшін бала арнайы психологтармен жұмыс жасап, емтиханға дайындалып, жақсылап тұрып дайындап жіберу керек. Арнайы орталықтар міндетті түрде психологиялық тұрғыдан баланы дайындап жібереді. Енді қараңыздар, сіздерге 5 қадаммен бөлісіп өттім. Бұл қандай қадамдар? Ниш туралы ақпарат бердім, қандай құжаттар өткізу керек екенін айтылдық, байқау тесттері жүйесін түсіндірдім, және практикалық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан бала тестке дайын болу керек екенін ескерттім. Мінекей осы 5 қадамды жүйелі түрде балаңызды дайындалатын болса, болашақта ниш мектебінің грант иегері атана аласыздар. Сонымен қатар осы өзім туралы курстағы кішігірім ақпарат бере кетейін сіздерге. Қараңыздар, Қазақстанның қай аймағында болсаңыз, курс таңдайтын кезде мына 2 критерийге қараңыз міндетті түрде. Ол курста қандай мұғалімдер жұмыс жасайды және ол курстың результаты қандай. Яғни кейбір курстарда қарасаңыздар, студенттер сабақ беріп жатыр. Мейлінше негізі нишқа түсу үшін опыты бар, өз пәніне жауапкершілігі өте жоғары мұғалімдермен жұмыс жасау керек. Ал курстың результатына келетін болсақ, біздегі ата-аналар жаңағы көгілдір экранның ар шетінде рекламаларға жүгініп, жаңағыдай қалаған курстарына бара береді ғой. Негізінде меніңше курс таңдаған уақытта оның статистикасына, результатына өте мән берген дұрыс. Қарасаңыздар, бізде Қазақстанда объемы өте үлкен курстар бар, бағана 200-300 оқушыны дайындайтын. Ал бірақ нәтижесіне келетін болсақ, бір жылда именно сол курстан 25-30 ғана оқушы түседі. Ал дәл сондай курстар бар дайындайтын, 70-80 оқушыны нишқа дайындап түсіреді. Ол курстан қарасаңыздар 30-35 оқушыны түсіреді. Екеуінің статистикасына қарайтын болсақ, бағанағыдай объем үлкен курстар 15-20% құраса, мына объем кішкентай курстар 40-50% құрап. Мейлінше бағанағыдай нәтижесі жақсы курстарға берсеңіздер, сіздер жоғары балл ала аласыздар. Енді өзім туралы кішігірім ақпарат бере кетейін. Жалпы өзім ниш экспертімін. Жалпы 2014-2018 жылдары математика мамандығы бойынша ТРМПУ-ды бітірдім. Сол аралықта 2016-2017 жылдары Польша мемлекетінде өзім мамандығым бойынша Лодз қаласына білім алып келдім. Бакалаврды бітіргеннен кейін 2018-2020 жылдары математика мамандығы бойынша Мұхтар Әуезов университетінен грантқа түстім магистратураға. Сонымен қоса 2018 жылы осы Шымкент қаласының номер 65-ші мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі болып жұмысқа тұрдым. Екеуін қатар алып жүріп магистратура аяқтағаннан кейін осы ниш бил мектебіне түсіретін арнайы курстарда жұмыс жасадым 2020 жылдан бастап. Сөйтіп 2021 жылы өзімнің жеке онлайн курсымды аштым, математика мамандығы бойынша ниш бил мектебіне түсіретін. Сөйтіп оқушыларды ниш бил мектебіне дайындап жүріп, курстарда жұмыс жасап жүріп, опыт жинадық, материал жинадық. Сонымен сөйтіп 2024 жылы өзімнің Дарын академиясы деген арнайы курсымды аштым. Ол біздің курсымыз осы Шымкент қаласында, Север микрорайонында, Ерімбетова көшесінің бойында орналасқан. Бұйыртса жақын арада екінші точкасы ашылып қалады. Қазіргі уақытта қазақ жастардың, қазақ балаларының ниш, бил, РФМШ, Дарын сияқты мектептерге түсуіне өз ықпалымызды, өз күшімізді, білімімізді беріп жүрміз. Өзі негізі Дарын мектебінің түлегі болғаннан кейін арнайы оқушылар негізі Дарын сияқты, ниш, бил сияқты мектептерде білім алса, ертең жоғары оқу орнына түсуге де, шетелдік университетке түсуге де мүмкіндігі жоғары болғаннан кейін барынша күшімізді салып жүрміз. Енді қараңыздар, өзім сіздерге қазір нәтижемен бөлісіп өтейін. Осы бізде 2021 жылы курс ашқан кезде
Рысқұлбек Арнұр деген оқушым келген болатын. Бұл бала математикадан мектептегі бағасы өте төмен еді, бірақ та 5 күн бойы үздіксіз дайындықтың арқасында ең алғашқы менің ниш мектебіндегі түлегім бұл арнайы грант иегері атанып, мінекей осыдан бастап оқушыларға бар күшімізді салып, ниш бил мектебінде дайындықты күшейте бастадық. Сөйтіп 2024 жылы курс ашқаннан кейін біздің де нәтижеміз не істейді? Көтеріле бастады. Мінекей Нәдірбек Ғани деген оқушым, бұл білім инновация лицейге түскен оқушым. Прям математикадан өте жоғары балл жинады. Қарасаңыздар, астында көрсетіліп тұр нәтижесі. 198 балмен грантқа түсті бұл оқушым. Бұл оқушылар бізде Дарын академиясында 24 жылдан бері қарап білім алып, ниш мектебіне, бил мектебіне және Дарын IT лицейіне, сонымен қатар Шымкент қаласына жақын орналасқан Атлоқ деген Қапаров Дарын мектебі бар, физика математикаға дамитын Қапаров мектебінде. Ол мектепке де оқушыларды түсіріп жатырмыз. Мінекей ауданнан келіп білім алып жатқан оқушыларды немесе онлайн дайындалып Қазақстанның жоғарғы үздік мектептеріне түсіп жатқан оқушыларымыз да өте көп. Сізде балаңызды осы секілді Дарын IT лицейінен Қапаров немесе ниш, бил, РФМШ мектептеріне түсіргіңіз келсе, 5-ші сыныптан бастап балаларыңызды дайындағандарыңыз дұрыс. Енді қараңыздар, біздің курсты дайындаған оқушылар сабақ қалай өтіледі? Сол туралы кішігірім ақпарат бере кетейін. Сабақ бізде онлайн, офлайн екі форматта болады. Онлайн форматта тек қана математика, сандық сипаттама ғана бар. Оны өзім өтемін сабақта, тікелей эфирде. Сабағымыз тек қана тікелей эфирде болады. Бағанадай бір курстар бар ғой, тек қана арнайы видео сабақтармен, жазылып қалған видео запистермен жіберілетін. Жоқ, бізде олай емес. Бізде прям сабақты Zoom платформасына онлайн форматта тікелей эфирде өтеміз. Математика, сандық сипаттама. Сабақтардың бәрі кешкі уақытта болады. Сабақ азанда бағанадай оқушылар мектепке барып, немесе әдетте мектепке барып келетін оқушылар үшін сабақтың барлығын кешкі уақытқа қойғанбыз. Кешкі сағат сол 8-дер шамасында сабақтар басталады. Күнде 1,5-2 сағат уақыт беріледі оқушыларға дайындық үшін. Және де бұл онлайн курсты кімдер алады? Әсіресе 5-6 сыныптың оқушылары мектеп бағдарламасын күшейту үшін, немесе ниш, бил, РФМШ, Дарын мектепке дайындалатын оқушылар. Бір оқушылар курсқа барып жатса да математикасы төмен болады. Мінекей сол оқушылар үшін мен арнайы онлайн курс ашып қойдым. Алғашқы сабақ тегін, бағанадай YouTube-тан немесе Insta, TikTok-та кіріп көрсеңіздер болады. Сол уақытта сабақтарымыздың бәрін тегін сабақтарды қарап, қалай сабақ өтеді екенбіз, нәтижесі қандай екенін сол жақтан байқасаңыздар болады. Алғашқы сабақ тегін, алғашқы сабаққа тегін жазыласыз, сабақты өтемін, ұнаса ары қарап курсты ала бересіздер. Ал офлайн бойынша Шымкент қаласында жаңадай адресіміз Ерімбетова көшесінің бойында орналасқан орталығымыз. 4-ші класстан бастап оқушыларды ниш, бил, Дарын, РФМШ мектептеріне дайындаймыз. Орталыққа келесіздер, арнайы диагностикалық тесттен өтесіздер. Бүйтіп оқушыларды өзінің деңгейі бойынша топтарға бөлеміз. Бағанадай нәтижесі нашар оқушылар 5 күндік топқа өтеді, нәтижесі жоғары оқушылар 3 күндік топқа өтетін болады. Әр сыныптан 4-ші, 5-ші, 6-ші сыныптан арнайы оқушыларға топтар құрастырылған. Әр топтардың жеке менторы, кураторлары бар. Сонымен қоса міндетті түрде мұғалімдердің барлығы ата-анамен тікелей тығыз байланыста кері байланыс беріп отырады. Балаңыз үй жұмысын орындамаса, немесе сабаққа келмесе, нәтижесі төмен болып жатса, тесттерден төмен балл жинап жатса, ескеріп отырамыз. Ай сайын оқушы бағанадай орталықтың нишқа дайындалып жатқан оқушылар ништің тестін, билға дайындалып жатқандар билдің тестін, РФМШ Дарына дайындалып жатқандар арнайы өздерінің тесттерін тапсырып отырады. Бұл тесттердің нәтижесі арқылы біз ата-анаға ескертіп отырамыз. Мінекей, баланы жас кезінен бастап үздік мектептерге дайындағандарыңыз дұрыс, өйткені болашақта үздік болу үшін. Енді тегін сабақтар келетін болсақ, осы YouTube каналда тегін сабақтарымыз бар. Балтабай Тұрарбек деген аккаунтқа кіресіздер, тегін сабақтар сояқта көре бересіздер. Сонымен қоса Дарын академиясы, Балтабай Тұрарбек деген бізде Instagram аккаунт бар. Сол аккаунтқа кірсеңіздер, билға қалай түсу керек, және қандай пәндерден тест тапсырасыз, жүйесі қандай, нишқа қалай түсу керек, РФМШ-ға, Дарынға қалай түсу керек, сол туралы ақпараттар видеомен бәрі берілген. Осы аккаунтқа кіріп жазылып қойсаңыздар, жыл сайын проходной балл қалай болып жатыр, және балаңызға қандай пәндерден дұрыс дайындық жасау керек, қандай сұрақтар келеді, сол бойынша толық ақпарат осы аккаунт каналдарда беріліп отырады. Если Instagram жоқ болса, TikTok-қа жазылсаңыздар болады, Балтабай Тұрарбек деп іздесеңіздер, TikTok-тан да шығады.
Енді алдағы оқу жылына барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Қай курсты таңдасаңыз да міндетті түрде 2 критерий бойынша өзіңізді сұрақтарға шын ниеттен жауап алып, балаңызды сол курсқа бергендеріңіз абзал. Болашақта барлық нишқа, билға, РТМШ дарынға түскісі келетін оқушыларға, осы мектепке дайындағысы келетін ата-аналар, баласын дайындағысы келетін ата-аналарға алдағы оқу жылына барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Оқуда озат болыңыздар, ала қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Мінекей өзім дарын мектебін түлеу болғаннан кейін жас кезінде біз білмедік, бала болып ойнап жүрдік, бірақ та ата-анамыз дұрыс таңдау жасау арқылы дарын мектепке түсіріп, өте үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Ол да ата-анамыз арқасында. Сол үшін сіз өзіңіздің балаңыз үшін жас кезден бастап балаңызды дұрыс тәрбиелеп, дұрыс білім алуға мүмкіндік жасаңыз.